Лайфхак формула. Ерік-жігермен күресу кімге де болса оңайға соқпайтыны анық. Дегенмен әдет қалыптастыру процесін жеңілдететін бір формула бар. Өте қарапайым, бірақ қатты көмектеседі. Әрекет көбейту 100 рет тең нәтиже. Бұл формула қалай жұмыс істейді? Мысалы, сіз фитнеске жазылып қойғансыз, бірақ барғыңыз келмейді. Сол кезде ойланып, осы әрекетіңізді 100-ге көбейтіңіз. Яғни фитнеске барсаңыз қандай нәтиже алатын едіңіз? Ойланыңыз. Мен абылай 100 рет фитнеске бардым. Аптасына 3 реттен барсам, айына 12 рет. Сонда 100 рет фитнеске бару дегеніміз 10 ай бойы үздіксіз жаттығып отыру ғой. Мәселен, мен 10 ай бойы фитнеске барсам денем шығып, сымбатым артып, нағыз красавчик боламын ғой деген ой автоматты түрде келеді. Бұл жерде сіздің қызығушылығыңыз артады да, бүгінгі жалқаулығыңызды жеңетін ерік-жігер пайда болады. Егер нәтиже сізге ұнап тұрса, неге бүгін осы әрекетті жасамасқа? Қызығушылық сылтауыңыздың жолын байлайды да, бірден іске көшесіз. Бұл формуланы өмірдің басқа да аспектілерінде қолданып көруге болады. Генератор әдеттер. Бір уақытта 4 әдеттен артық қалыптастырмаңыз. Әдет қалыптастыру деген тақырып айтылса, бір уақытта қанша әдетті қатар қалыптастыруға болады деген заңды сұрақ туындайды. Бұл процесте бір әдет аз, бірақ 4-тен көп болмағаны дұрыс. Ең әдемісі 2 немесе 3 әдетті қатар қалыптастыру. Дегенмен генератор әдеттер деген түсінік бар. Генератор әдеттер өзінің артынан басқа да әдеттерді тартып алады. Егер әдет қалыптастыруды қолға алсаңыз, осы генератор әдеттерден бастаңыз. Мысалы, дұрыс ұйықтау генератор әдет. Қазір көп адам түнгі 12 сағат 1-ге дейін ояу жүре беруге үйреніп қалған. Ал дұрыс ұйықтауды қолға алған адам түнгі 22:30-23:00 шамасында ұйықтап қалады. Енді сіз уақытылы ертерек ұйықтауды қолға алдыңыз деп ойлайық. Ерте ұйықтаған адам не істейді? Әрине, автоматты түрде ерте тұра бастайды. Алғашқы кездері 1-2 аптаға дейін ерте тұрмауыңыз мүмкін. Бірақ біраз уақыт өткен соң, қалай ерте оянатын болғаныңызды өзіңіз де байқамай қаласыз. Ерте ұйықтадыңыз, ерте ояндыңыз. Ал ерте оянған адам не істейді? Жазуын жазады, су ішеді, жаттығу жасайды. Артық 1 сағаты пайда болған соң кітап, пайдалы ақпарат оқи бастайды. Таңғы асын уақытылы тұрақты ішеді. Көрдіңіз бе? Бір ғана әдет өзінің артынан қаншама әдеттің қалыптасуына әсер етті. Спортпен айналысуда генератор әдет болып саналады. Спортқа көңіл бөлген адам ақырын дұрыс тамақтану туралы іздене бастайды. Спортпен шұғылданған адам сергек болады. Мысалы, таңертең ерте жүгірсеңіз, түнде де ертерек ұйықтап қаласыз. Бізде қазір миымыз шаршағанмен, денеміз шаршай қоймайды. Сондықтан да ерте ұйықтау көп адамға қиын. Ал жүгіріп, физикалық тұрғыда күш жұмсаған адамның шаршайтыны анық. Сол себептен тез ұйқыға кетеді. Осылайша режиміңіз бен ұйқыңыз да реттеледі. Генератор әдеттердің қатарына дұрыс тамақтануды да жатқызамыз. Кешкі 6-дан кейін тамақ ішпесеңіз, ұйқыңыз дұрыс болады. Таңертең ерте әрі жеңіл болып оянасыз. Яғни бұл бір шеңбер сияқты. Бір әдеттер өзінің артынан автоматты түрде жаңа әдеттердің қалыптасуына әсер етеді. Жаттанды әлсіздік, қорқыныш психологиясы. Біздің әрбіріміздің бойымызда жаттанды әлсіздік бар.
Миымыз кейбір дүниелерде мен әлсізбін, менің қолымнан келмейді деп шешім шығарып жаттап алған. Мысалы, ерте кезеңдерде қателесу адамның өмірінде үлкен қауіп төндірді. Адамдар сөйлей алмайтын тас ғасырында азулы аңдардың апаны бар екенін ұмытып кетуі өлімге алып келетін еді. Сол секілді жеуге болмайтын жемісті жеп қойса, ажал құшады. Ол заманда қателесудің жазасы тым ауыр болатын. Бірақ қазір олай емес. Бала күнімізде байқамай шай төгіп алу үлкен қателік болатын. Байқамай төгіп алсаңыз, бір жеріңізді күйдіріп алуыңыз мүмкін. Не болмаса, үлкендерден ырыс естисіз. Ал қазір олай емес қой. Егер шай төгіп алып жатсаңыз, күйіп қалмау үшін қолыңызды алып үлгересіз. Төгіп алғаныңыз үшін ешкім сізді ұрыспайды. Жай ғана өзіңіз орнын сүртіп ала аласыз. Дегенмен, біздің санамызда қателесу қауіпті. Қателесуге болмайды деген сенім қалыптасып қалған. Мүлдем жасамай қою да үлкен қателік. Қойшы осыны істемей-ақ тыныш жүре берейін деп айтуға болмайды. Бұл адамның дамуына, өсуіне, өмірінің сапасына кері әсер етеді. Қазір көп адамның айтып жүргені өте дұрыс. Қателесуден қорықпау керек. Қателесу норма. Осы мидағы шектеулер туралы ғалымдар шегірткелерге тәжірибе жасайды. Әлі өспеген, табиғатынан әлсіз, кішкентай шегірткені үлкен шегірткемен төбелестіреді. Бірақ ғалымдар сол төбелестің алдында үлкен шегірткені әдейі әлсіретіп, аш күйінде ұстайды. Әрине, денесі үлкен болса да, одан әлсіздендірген үлкен шегіртке жеңіледі. Екінші ретте де, үшінші ретте де кішкентай шегірткені әдейі жеңдіреді. Төртінші рет шынымен үлкен әрі күшті шегірткені жібереді. Сенесіздер ме? Бұл жолы да кішкентай шегіртке үлкен шегірткені жеңіп кетеді. Бұл жеңіске не әсер етті? Кішкентай шегіртке мықты болып кетті ме? Жоқ, бар болғаны оның сенімділігі күшейді. Жеңе алатынын түсінді. Жаттанды әлсіздіктен құтылған соң, шынымен де жеңіске жетті. Сіздің ішіңізде қандай жаттанды әлсіздіктер бар? Өзіңізге не нәрсеге шектеу қойдыңыз? Ойланып көріп, осы бағыт бойынша кішкентай болса да, жасанды жеңістер ұйымдастырыңыз. Әлсіздік танытқан, ойлағанда қорқыныш тудыратын тұстармен жұмыс істеңіз. Бір бала мектепте өте нашар оқиды. Қалай үйретсе де ештеңе қабылдамайды. Мұғалімдердің мектепке қайта шақыртып сіздің балаңыз топас, адам болмайды дегеніне ата-анасы да шаршап кетеді. 2006 жылы барлық бітірушілермен бірге осы америкалық бала да ең қиын сат тестін тапсырады. Нәтижесінде өте жоғары ұпайға қол жеткізеді. Мұғалімдер түгілі, ата-анасы да балаға сенбейді. Сен көшірдің немесе бір қитұрқы әрекет жасадың деп баласын кінәлайды. Бұл баланың өзі үшін де бір таңғажайып оқиға еді. Қалай үздік тапсырып кеткеніне өзі де аң-таң. Себебі көшіргісі келсе де, көшіруге мүмкіндігі болмаған еді. Қалай алып қараса да, ең қиын деген тесттің өзінен бала жоғары көрсеткіш алды. Ауыр емтиханнан күшті нәтиже көрсеткен соң, ата-анасынан да, баланың өзінде де шынымен білімді болып тұрмын ғой деген сенім қалыптасады. Тесттегі үздік нәтижесімен жас жігіт ең үздік университеттердің біріне түседі. Ол жерді де өте жақсы нәтижемен аяқтайды. Кейін ол танымал әрі ірі кәсіпкер болып қалыптасады.
Мектеп кезінде басына білім қонбайтын баланың мұндай үлкен жетістікке жеткеніне таң қалатын адамдар көп еді. Ғалымдар бұл жетістіктің сырына қаныққысы келіп, зерттеу жүргізеді. Сонда дәл сол 2006 жылы емтихан базасында қате кетіп, 31 адамға жүйенің өзі қателесіп 100% нәтиже беріп жібергені анықталады. Шын мәнінде бала ақылды емес еді. Бірақ миындағы жасанды әлсіздіктен құтыла салысымен ол топты жарды. Мықты жетістіктерге жетті. Әлсіздік тек біздің басымызда ғана. Одан құтылуға болады. Жоғарыдағы шегірткенің мысалы да, мықты бизнесменнің оқиғасы да осыған дәлел. Адамдармен танысуға қорықсаңыз, әрекет жасап көріңіз. 2-3 рет жасаған соң, бұл соншалықты қорқынышты емес екеніне көзіңіз жетеді. Адамдармен танысу жеңіл, үйреншікті болып кетеді. Осыған дейін жақсы әдеттерді қалыптастыруды қаншама рет тастап кеткен болсаңыз да, уайымдамаңыз. Соңына дейін жеткізе алмаймын. Менің өзгеруім қиын деу миыңыздағы жасанды әлсіздік қана. Керек болса, өзіңізге қолдан жасанды жеңістер ұйымдастырыңыз. Коуч кеңесі. Негізгі қадамдар. Маңыздылық. Осы әдетті қалыптастырамын деп айту оңай ғой. Бірақ сіз үшін бұл қаншалықты маңызды? Осы сұраққа арнайы жауап іздеп жазып көріңіз. Бұл әдетті қалыптастырып, өзгеру үшін нені қысқартуға дайынсыз? Мысалы, темекі шегетін адам одан құтылу үшін темекі шегетін достарымен кездесуді азайту керек. Дұрыс тамақтанғысы келетін адам өзінің сүйікті мейрамханасына баруды қысқарту керек. Қадағалау. Кез келген мәселені қадағалау оның дамуына алып келеді. Салмақпен проблема болса, күн сайын таңертең салмақтарыңызды жазып жүріңіздер. Бұл маңызды. Ол қалай жұмыс істейді? Англияда артық салмағы бар адамдарды жинап, 2 топқа бөледі. Бірінші топтағы адамдарға 40 күн уақыт береміз. Сіз салмақ тастаңыз деген тапсырма береді. Екінші топқа күнде таңертең салмақтарыңызды өлшеп, мына қағазға жазып отырыңыздар деп айтып, үйлеріне жібереді. Зерттеу нәтижесі қалай болды дейсіздер ғой. Ең қызығы, 40 күннен кейін салмақтарыңды өлшеп, жазып жүріңдер деген топтың 87% салмақ тастаған. Ал артық салмағыңнан арыл деп тапсырма беріп жіберген адамдардың 20% ғана нәтиже көрсеткен. Айна терапиясы. Сізге не ұнамайды? Сонымен жұмыс істеу керек. Мысалы, өзіңізге айнаға қараған кезде не ұнамай тұр? Соны саралап, өзгертуге күш салыңыз. Артық салмағыңыздың жасыңызды үлкейтіп тұрғаны ұнамаса, арылуды бастаңыз. Бетіңізде түрлі дақтар, мәселелер болса косметологқа барып, тазартудың амалын жасаңыз. Бұл терапияны басқа сфераларға да қолданып көріңіз. Айнаға қарағанда өзіңізді толық көре аласыз ғой. Сол секілді өзіңізге шынайы қарап, сізге ұнамайтын қасиеттеріңізді жазып шығыңыз. Жеке даму бойынша сізге не ұнамайды? Қандай әдеттерден арылғыңыз келеді? Қандай кемшіліктеріңіздің көзін жояр едіңіз? Қай қабілеттеріңізді дамытасыз? Жазып шығыңыз. Кедергілерді азайту. Мақсатыңызға жеткізетін жолда сізге кедергі келтіретін триггерлерді шектемеңіз. Мысалы, темекі шегуді қойғыңыз келіп жүр. Ал күнде жұмыста қасыңыздағы 2 әріптесіңізбен бірге үзілісте темекі шегу әдет болып қалған.
Күн сайын үзіліс уақыты келгенде немесе сол әріптестеріңізді көргенде ми өзінің жаттанды қалғана қарай тартады. Сіз сол жатталып қалған әдетті ауыстырыңыз. Үзілісте басқа бір ермек табыңыз. Екі әріптесіңізбен уақытша азырақ қарым-қатынас жасауға тырысыңыз. Барлығының амалын табуға болады. Есесіне мақсатқа жетуге бір қадам жақындайсыз. Жай ғана бастап кетіңіз. Бастап кету жеңістің бір бөлігі. Шексіз жоспарлап жүре беруге болады. Амалдар ниетке байланысты деген хадисті естіген боларсыз. Алғашқы қадамды жасасаңыз, жол өзі ашыла береді. Бастаған адамда ғана нәтиже болады.